Қазақстан Ақтау телеарнасында Бақ пен Ба бағдарламасының кезекті саны. Соңғы бір жылда Қазақстан құрама командасының сапына кірген екі ақтаулық боксшы халықаралық ареналарда тамаша өнер көрсетіп жүр. Жақында ғана олар тағы да үлкен халықаралық жарыстан жеңіспен оралды. 3 жылда бір рет өткізілетін әлем кубогы шілденің 12 мен 17 аралығында Ресейдің астанасы Мәскеуде өтті. 12 елдің басын қосқан әлем кубогында Қазақстанның да былғары қолғап шеберлері болды. Құрама команданың бас бапкері Дамир Буданбеков еліміздің бірінші нөмірлі боксшыларын алып барды. Олардың арасында екі ақтаулық спортшылар бар. Олар 81 келі салмақта Ердос Жаңабергенов және 91 келіде Жеңіс Таумұрынов. Біздің боксшылар алғашқы кездесуін Грузия құрамасымен өткізді. 11 салмақ дәрежесі бойынша өткен кездесу 9-2 есебімен қазақстандықтардың пайдасына шешілді. Келесі кездесуде Африка құрамасы қазақ жігіттерімен жолықты. Бірақ олардың біреуі де алға шыға алмады. Есеп 11-0. Қазақстан құрамасын жартылай финалда әлемдегі бокс державасы саналатын Куба күтті. Бұл кездесу екі жаққа да оңай соққан жоқ. Финалға шығу үшін екі жақта барын салды. Аса ауыр 91 келіден жоғары салмаққа дейінгі кездесу 5-5 еді. Шешуші кезең Сидней олимпиадасының күміс жүлдегері Мұхтархан Ділдәбеков немесе екі дүркін әлем чемпионы кубалық Одланьер Сопис Фонты. Екі боксшының біреуі өз командасы финалға алып шығады. Сенім артқан Мұхтархан 7 ұпай айырмашылығымен жеңіліс тапты. Әлем кубогында Қазақстан 3-ші орынды иеленді. Ердос Жаңаберген өз салмағында Куба мықтысы Юниор Ортес Аларконмен қолғап түйістірді. Бұл жерде ешкім күтпеген нокаут болды. Қазақтың қайсарда рухы мықты жігіті Куба боксшысын екінші раунда нокаутқа жіберіп, жартылай финалда ең үздік боксшы атанды. Соңғы рет қашан қазақтың баласы кубалықты нокаутпен жеңіп еді. Әуежайдан жерлестеріміз Ердос пен Жеңісті күтіп алуға біршама адам барды. Олардың арасында Маңғыстау облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының бастығы Тарас Хитуов, бұқаралық ақпарат құралдары, Ерік Балжанов баптаған Ақшұқыр ауылының жастары да болды. Одан соң облыстық әкімшіліктің ғимаратында баспасөз мәслихаты өтті. Онда жүлдегерлер журналистердің сұрағына жауап берді. Мен бірінші қарсыласым грузиялық болды. Онымен 2 раунд жасадым. Екінші раундтың 1 минут өткесін нокаутқа түсірдім. Бойға настрой жасадым. Екінші кездесуімде африкалық болды. Африка мемлекетінде сол салмақта адам әкелмеген. Сосын полуфиналдық қарсыласымда кубалық қарсыласым болды. Онымен де 2 раунд жасадым. 2 раунд жасағанда ауыр нокдаунға түсіріп, судья оны тоқтатуға мүмкіншілік қылды. Ресейдің Астрахань, Тамбов қалаларында топ жарған Ердос Әзербайжан Республикасының астанасы Бакуде Анвар Чаудри жүлдесі үшін өткен халықаралық турнирде алтыннан алқа тақты. Түркияның астанасы Стамбулда Ахмет Карметті еске алуға арналған турнирінде қола медальді мойнына таққан спортшы осы жылдың басында бокстан КСРО спорт шебері атағына алғашқы ие болған қазақ Шоқыр Бөлтекұлын еске алуға арналған халықаралық турнир өткен болатын. Сол кезде Ердос ең үздік боксшы атанды. Финалда ол Азия чемпионы қытайлық Абдурахман Абдакимді бірінші раундтан нокдаунға жібергенін ақтаулықтардың көбісі біледі. Ал сол турнир алдағы жылдары өз жалғасын табама деген сұраққа Маңғыстау облыстық әуесқой бокс федерациясының президенті Мақсұтхан Аблазимов былай жауап берді. Енді Шоқыр Бөлтекұлы осы қазақ боксының атасы болып есептеледі. Осы қазақ боксының Қазақстаннан шыққан бірінші жаттықтырушысы, бірінші боксері. Сол себепті осы турнирді жылда өткіземіз деген сондай шешім қабылданған болатын. Енді осы келесі 2006 жылы сол турнирді осы қазір мына келіссөздер жүргізіліп жатыр. Сол мұнайшылар күніне соған туырлап осы өтетін мерекеге байланыстырып соған ұйымдастырамыз деген ойымыз бар. Ердос пен Жеңісті осында әлемдік деңгейдегі жарыстарға дайындап алып барып жүрген бапкері Марат Шакиевтің еңбегін айта кету керек.
Марат бокстан КСРО спорт шебері. 1984 жылы жасөспірімдер арасында Кеңес одағы біріншілігінің жүлдегері. 1988 жылы ересектер арасында Кеңес одағы кубогының жүлдегері. 1989 жылы ересектер арасында Кеңес одағы чемпионатының жүлдегері. Кезінде Кения, Эфиопия, Грузия, Финляндия, тағы да басқа үлкен додалы жарыстарда талай жеңімпаз атанған. Аты әлемге әйгілі кәсіпқой боксшы Константин Цюмен кезінде шаршы алаңда қолғап түйістеген Марат Жакиев қазір бокстан олимпиадалық резервке мамандырылған балалар мен жасөспірімдер мектебінің директоры. Қазір енді тренерлікке өтіп, Марат қазір Маңғыстау облысының боксын көтеріп жатыр. Мен өзім ауылында, Атырау облысында өзім қазір жаршылдай болып қолға алғаныма. Мен Мараттың қазіргі тренерлік жұмысын байқап отырмын. 3 жылдай болып қолын алғанына. Енді жақсы результат бұл 3 жылдың ішінде алып келген чемпион Азиясы бар. Кубок әлемнің екі қола жүлдегерлері бар. Ол үлкен результат тренерлікке. Соны ойлап отырмын, енді алдағы уақытта Мараттың осылай Маңғыстау облысынан талай әлі чемпион Қазақстанның, чемпион әлем чемпиондарын шығарама деп ойым бар. Осы 2008-ге де бір олимпиаданың жүлдегері бір болады деп есептеймін. Жастардың осындай додалы жарыстарға қатысуына мүмкіндік алуы әрине осы сала басшысы Тарас Хитуов, оның еңбегі өз алдына. Тарас аға кезінде шаршы алаңның шаңын қаққан азамат. Ол бокстан КСРО спорт шебері. 1984 жылы бүкілодақтық универсиадасының жүлдегері. Бүкілодақтық кәсіподақтық кеңесі біріншілігінің жеңімпазы. 1985 жылы Қазақстан Советтік Социалистік Республикасының өткен біріншілігінің финалисті. Кеңес одағы кезінде көптеген жарыстардың жеңімпазы. 2005 жылдың ақпан айының 1-нен бастап облыс әкімінің шешімімен Маңғыстау облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының бастығы. Енді екі боксерді де айтайын десем, екеуінің де салмақтары өте жақсы салмақтары. Ердос 81 кило, Женис 91 кило. Ол үлкен ауыр салмақтары. Ол салмақтарда көп жеңісті бір удармен де шешуге болады, жақсы техникамен де шешуге болады. Бірақ өте үлкен салмақтар болғасын, Ердостың да, Женистің да екеуінің де жақсы ударлары бар. Ердос солақай болса, сол қолмен боковой ударлар жақсы соғады, корпустан жақсы соғады. Женис ол кішкене тактикасы жақсылау. Енді екеуіне де жұмыс көп әлі. Алдымыздағы олимпиадаға дейін келесі жылы Азияда болады, Катар елінде. Ол Азияның малый олимпийский игры. Соған дайындық жүріп жатыр қазіргі мезгілде. Сөйтіп жарыстарға көбірек қатысса, халықаралық жарыстарға қатысса, көбірек шетелдік боксерлермен кездессе, өнерлер көрсетеді деген үмітпен қарап отыр. Сөйтіп дайындап, обалдар қазіргі күні бокстан осы біздің облысымыздан олимпиада тікелей баратын, осы екі жігітке лицензия алатын түрлері бар. Асылбек Келимов, Анатолий Кушков, Марат Жакиев, Маратжан Акимбаев, Талғат Калимов, Еділ Ишекенов, Тарас Хитуов секілді былғар қолғап шеберлерін баптаған Александр Драч Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген жаттықтырушы. Ердос пен Жеңістің бүгінгі жетістіктеріне былай баға берді. Женис Таумурынов 91 килограмм. Жеңіс Таумұрынов 2004 жылы Алматыда Қазақстан Республикасының жеке чемпионатында атой салды. Сол жылы ересектер арасында да жеңімпаз болды. Соңғы 2 жылда ол Қазақстан бойынша ешкімді тең келтірмейтін спортшы екенін дәлелдеді. Көптеген халықаралық және әлемдік жарыстарға шығып, бос келген емес, кемінде жүлделі 3-ші орыннан көрінеді. Оған әлі көп жаттығу керек, оның болашағы алда. Мен оған сенемін, рингте ол әлі талайды тізе бүктіреді. Мы, конечно, большие надежды возлагаем на Ердоса Джанабергенова. Біз әрине үлкен үмітпен Ердос Жаңабергеновке де қараймыз. Ол өте талантты боксшы. Оның рингтегі тактикасы күшті, және ол тез қимылдайды. Қашан соққыдан кету керек, қашан қалай ұру керек, оны ол жақсы біледі. Оның салмағында мен дегеннің бірі Афина олимпиадасына барып ел намысын қорғаған шымкенттік Бейбіт Шүменов. Бір рет оқу жаттығу жиынында біздің Ердос Бейбітті 3 рет нокдаунға жіберді. Сөйтіп ол республикамызда өз салмағында алдына жан салмайтын спортшы екенін көрсетті. Жалпы үміт күттіретін жігіттеріміз көп. Біздер сол үшін жұмыстанып жатырмыз. Жуырда біздің спортшылар тағы да үлкен жеңіспен оралды. Вьетнамның Хошимин қаласында өткен Азия чемпионатында жерлестеріміз бір алтын, бір қоланы олжалады.
Шаршы алаңдағы кездесуде 81 келі салмақта Ердос Корея спортшысымен жолықты. Бастапқы кездесу қиын болды, алайда ауылға бос қайтпаймын деген спортшы өз қарсыласын ұпай санымен жеңіп шықты. Жартылай финалдағы жекпе-жекте тәжікстандық қарсыласын екінші раундқа жеткізбей-ақ нокаутқа түсірді. Финалда Ердос 2 дүркін әлем чемпионы өзбекстандық жігітті күтті. Алайда ол рингке шықпады. Сөйтіп алтыннан алқа таққан жерлесіміз жеңіс тұғырына көтерілді. Ал жеңіс болса бірінші кездесуінде Қырғызстанның спортшысын жеңді. Сөйтіп жартылай финалда өзбек боксшысымен жолықты. 4 раундтық кездесу аяқталған соң төрешілер финалға өзбек боксшысын шығарды. Қола медальмен оралған жеңіс үшін бұл да үлкен табыс. 2 алтын, 1 күміс, 3 қоланы олжалаған Қазақстан командалық есепте Пакистаннан кейін екінші орынды иеленді. Мақсатымыз Азия ойында бірінші орынды алу. Енді әлем біріншілігіне дайындаламыз. Сосын Олимпиада біріншілігіне. Қазақстан командасы жақсы, бәрі орнықты, бәрі дегенімізде қарсы алды. Сол өзбекстандық қарсыласым, ең күшті қарсыласым сол болды. Өткірбек Хайдаров деген. Әлем біріншілігінде бірінші орынды алған. 99 жыл, 2001 жыл екінші орынды алған әлем біріншілігінде. Афина ойында 3-ші орынды алған. Афинада. Сол болады деп, солған жақсы настрой жасап не қойдым, ол ауыр жарақаттанып алып, бокс түспей қалдым мен. Бұған дейін кездеспеген әлі? Жоқ, кездескен жоқ. Бірінші кездесуім болу керек еді, шықпай қалдым. Мен бірінші бойымда қырғызстандық боксшымен бокстасым. Ол да мықты жігіт. Оның ұпай санымен ұттым бірінші бой. Екінші бой ұтып жүрген жігітім Өзбекстандікі. Судьялар дұрыс қылмай, сол компьютер ғой бәрі. 1 очко, 2 очко ұтылып қалдым. Бұлай ұтылған жоқ деп ойлаймын. Сен ұтып жүрген жігітіме қарсыласым. Бірінші алам деп не қылып едім. Судьялар не қылып болмай қалып, бұйырмады. Бұлай жарыс жақсы өтті. Жарысқа 20 мемлекет қатысты. Қазақстан құрама командасының арасында ақтаулық 2-1 боксшының жүргені ол да маңғыстаулықтар үшін мақтаныш. Әлемдік деңгейдегі жарыстарда топ жар, ел намысын абыроймен көтеріп жүрген, білекті де жүректі Ердос пен жеңістей артынан өсіп келе жатқан жастар бар. Олар Асылбек Донбаев, Асқар Ермаков, Әсет Сабақбаев, Талғат Бертілеуов, Берік Таңбаев секілді жұдырығы мықты жігіттер алдағы жарыстарда. Олар биіктен көрінсе, бапкер сенімін ақтаса, одан артық не керек. Әрбір қазақ баласы жеңіске жетсе, ол ұлттың жеңісі. Спортқа тартылған дұрыс. Біріншіден бала тәрбиелесі жақсы болады, сосын денесі мықты болады. Сосын өскесін бала ел көреді, басқа шетелдік елдерді көреді, Қазақстанның қалаларын көреді, жолдастары көбейеді. Бұл деген спорт көп жігіттерді, қыздарды бастарын қосып, жақсы өсуге де баланың кругозорында да жақсы болады. Шоқыр Бөлтекұлы іргетасын қалаған қазақ боксы осымен жарты ғасырдан астам уақыттан бері жанкүйер көңілін қалдырған емес. Бокс қазақ спортының негізгі ұстынына айналды. Соңғы 3 олимпиадада өнер көрсеткен Қазақстанның былғары қолғап шеберлері әлемде бокс державасының алдыңғы қатарында. Қазақстаннан шыққан кәсіпқой боксшыларымыз да бар. Василий Жиров, Марат Мәзенбаев сынды саңлақтарымыз Қазақстан боксының әлдеқайда күшті екенін дүние жүзіне мойындатып келеді. Кім білет, мүмкін біздің жігіттер болашақта солардың қатарынан көрінуі әбден мүмкін. Ал Қазақстан әзірге әлемде Куба мен Ресей боксшыларынан кейінгі сатыда. Бірақ оларға да есе қайтарып, артта қалдырар күнде алыс емес. Президентіміздің айтқан бір сөзі бар. Біз қазақ халқының көк байрағын биіктен 2 түрде ғана көре аламыз. Біріншісі, елбасы жұмыс сапарымен басқа елге барғанда, ал екіншісі спортшыларымыз жеңіске жетіп, жеңіс тұғырына көтерілгенде. Осымен Бақ пен Бап бағдарламасы кезек саны аяқталды. Қазақстан Ақтау телеарнасында жүздескенше.